Сіздермен бірге Бека ТВ және де бүгін біз кезекті видеоролигімізді жасаймыз. Бұл видеороликта мен сіздерге бүгін машинаны үйретемін. Бұл машина өте жылдам жүрмейді, бірақ жүреді. Ол үшін сіздердің ол негізі жайдан жай жүрмейді. Оны жүргізу үшін маған мына менің каналыма лайк қою керек. Сонда ғана ол жүретін болады. Егер сол машина жүргізгіңіз келсе, ендеше оны лайкпен қойыңыздар. Бірақ ол машинаны мен өз қолымнан жасадым дегенде біреуден сұрап алдым. Олай болса біз бастаймыз. Міне, ол үшін бізге бокс-лизи, наблюдатель, липкий поршен, және де ағаш керек. Ағаш. Одан кейін бізге, мысалы, және де бізге красный камень керек. Міне, біз бірінші екі дөңгелегін, мысалы, бұл эскаваторларды мен алдыңғы видеороликте жасаған болатынмын. Егер олар жасағыңыз келсе, алдыңғы видеороликті қараңыз. Мен машина жасау үшін, міне, осылай екі дөңгелекті қоямын, және де бокс-лизиді алып, үстіп айналдырсам, мынаның ортасына липкий поршень, және де үстіп екеу көтерем. Мынаны сындырамыз да, наблюдатель қоямыз. Мынаны сындырып қайттым. Одан кейін осы жерге біреу, екеу, үшеу қоямыз. Одан кейін осылай, міне, енді, міне, мына жерге біз поршенді қоямыз. Олай емес. Міне. Ал мынау бос тұрған жерге ешіне қоймаңыздар, әйтпесе механизм істемей қалады. Енді артқы дөңгелектер үшін осылай тағы да ағаштан қойып шығамыз. Міне, неге қойылмай жатыр? Міне. Енді біздің машинамызға үстеміз, және де артына осындай блок қойсақ болды. Мысалы, мына жерге отқа қойып қойсаңыз, мысалы, мына жаққа білмейді екен, мысалы, көрейік бірге. Міне, отқа қойып қойып. Міне, ол үшін бізге мына жерге красный каменьді қою керек болады. Біз мыналарды бекер қойыппыз, сондықтан кішкене басынан бастау керек болады. Міне, экспериментіміз іске аспай қалды, сондықтан айып етпеңіздер. Міне, осылай липкий поршень, мынаның үстіне екі бокс-лизи. Міне, одан кейін ана жақта балалар шулап жатыр, оған мән бермей қойыңыздар. Міне, наблюдательді қойдық. Енді үстеміз. Міне, біздің неміз машинаға ұқсап, міне, біздің машинамыз жүріп жатыр. Және де мынаның үстіне отқа қойып, мысалы, сол отқа. Міне, өжайды отқа керек емес, осын үстіне ойналамыз. Міне, енді осылай деп алға қарай бара береміз. Міне, біз машина жүреді, бірақ өкінішке орай ол бұрылмайды. Сондықтан, егер бұл машина ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Сау саламатты, сау болыңыздар.